Саламатсыздар ма? Шыныбеков оқулығындағы 4-146 есепті косинус гамма тең болады 1 бөлінген түбірас 3 деп алып, косинус 2 гамма минус косинус 6 гамма өрнегінің мәнін есептеңіз деген есеп берілген екен. Енді біз мына жерде косинус 2 гамма минус косинус 6 гамма дегенді қалай түрлендірсек болады? Бұны біз қосындыны көбейтіндіге түрлендіргенмен ешнәрсе алмаймыз. Себебі бізде берілгенде бұрыштың гамманың өзі ғана берілген екен, яғни коэффициент жоқ. Сондықтан біз коэффициентті төмендетуге тырысуымыз керек. Ол үшін біз мына косинус 6 гамма дегенді косинус 3 альфаның формуласына саламыз. Альфа деп отырғанымыз 2 гамма деп алып, мына формуланы жазып шығамыз. Мына 2 гаммаға теңейміз бірінші тұр. Одан кейінгі мына 3 көбейтілген 2 гамма деп жазып алсақ, осы минусымыз бар. Мына минус мынаның таңбаларын екеуінде ауыстырады. Сондықтан біріншісі минус болады, екіншісі плюске ауысады. Сонымен 4 косинус куб 2 гамма плюс 3 косинус 2 гамма. Значит, минус бар. Енді косинус 2 гамма мен 3 косинус 2 гамма екеуі бірігеді. Сонда 4 косинус 2 гамманы береді. Азайтылған 4 косинус куб 2 гамма. Екеуінде де косинус бар, екеуінде де 4 бар, екі қосылғышта да. Ортақ көбейткішті шығарып жіберсек, шақшаның сыртына, сонда бізде бірінші қосылғыштың орнында 1 қалады, екінші қосылғыштың орнында косинус квадрат 2 гамма қалады. Мына жерде бізде косинус 2 гамма және мынақта да косинус 2 гамма. Біз берілгенде бізде косинус гамма деп берілген тұғын. Ондай болатын болса, косинус 2 гамманы осы косинус гамма арқылы өрнектеп жазып алайық. Енді мына жерде косинус 2 гамма ол тең косинус квадрат гамма минус синус квадрат гамма формула бойынша ашатын болсақ, енді мына жерде косинус квадрат гамманы теңейміз. Синус квадратты 1 минус косинус квадрат деп жазып алсақ, мына жерде минус болу керек. Минус болу керек. Сонда бізде жақшаны ашқан кезде мына жерде жақша болмау керек немесе. Жақшаны алып тастаңыздар. Сонда косинус квадрат гамма минус 1 плюс косинус квадрат гамма. Екеуі бірігіп 2 косинус квадрат гамманы береді, азайтылған 1. Косинус квадрат гамма енді бізде косинус гамма 1 бөлінген түбірас 3-ке тең болса, онда косинус квадрат гамма ол 3-тен 1-ге тең. Демек біз мынаның орнына 3-тен 1 жазып аламыз. Сонда 2 көбейтілген 3-тен 1 минус 1. Сонда 3-тен 2 азайтылған 1 минус 3-тен 1-ді береді. Сонымен біз косинус 2 гамманың минус 3-тен 1-ге тең екенін біліп алдық. Енді орнына қояйық. 4 көбейтілген косинус 2 гамманың орнына минус 3-тен 1-ді қоямыз. 1 минус косинус квадрат 2 гамма деп тұр мына жерде. Сонда біз 1 минус 3-тен 1-дің квадраты дейміз. Мына квадрат мына минусқа әсер етеді. Сондықтан плюсқа айналдырады. 9-дан 1 болып қалады. Минус сақталмайды квадраттағаннан кейін. 1-ден 9-дан 1 алып тастасақ, 9-дан 8 қалады. Мына минус сақталады, себебі мына 4 пен минус 3-тен 1-дің көбейтіндісі минус 3-тен 4-ке тең. Сонымен жауабында 3 пен 9-дің көбейтіндісі 27, 4 пен 8-дің көбейтіндісі 32, алдында минусы бар. Сонда минус 27-тен 32-ге тең екен.